Сәлем достар, бүгінгі видеомызда лимонның емдік ерекшелігі мен одан үй жағдайында тұнба жасаудың құпияларын айтатын боламын. Видеомыз басталмас бұрын арнамызға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен күнделікті жаңа видеоларымды жіберіп алмаңыздар. Ал ендеше видеомызды бастайық. Талай дертке дауа болған осы жұдырықтай ғана жемістің шипалы екенін адамзат ең алғаш осыдан 4000 жыл бұрын білген екен. Оның отаны оңтүстік шығыс Азия делінгенімен, бүгінде лимонның түр-түрін өсіру жөнінен Қытай алдыңғы орында тұр. Олар лимоннан дәрі-дәрмек қана емес, түрлі иіссулар, емдік косметика, шырын, тағамдық қоспалар дайындау жұмысын қолға алмақ. Ал біз лимоннан тұнба жасау тәсілдеріне тоқталамыз. Тахикардия. Тахикардия жүректің соғу жиілігінің артуы. Мұндай ауруға шалдыққан жандардың жүрегі қалыпты жағдайдың өзінде минутына 100 немесе одан да көп соғады. Жүректің соғу жылдамдығын бәсеңдету үшін түрлі дәрілермен қатар лимонды да қолдануға болады. Ол үшін 1 литр лимон шырыны, 2 литр өрік шырыны және осынша минералды су қажет. Дайындау тәсілі: аталған шырындар немесе минералды суды мұқият араластырып, күніне 3 мезгіл 1 стаканнан ішіп отырыңыз. 1-7-ден кейін 3-4 күн демалып, тағы қайталауыңызға болады. Бас сақинасы. Бүгінде басы сынып ауырмайтын адам аз. Экологиялық және басқа да көптеген себептерден туындайтын бас сақинасында лимонның көмегі өте көп. Бұл үшін бізге 1,5 стакан лимон шырыны, 1 ас қасықтан мелисса жапырағы мен жалбыз, 1 стакан су қажет. Дайындау тәсілі: шөптің үстіне қайнаған су құйып, бетін қақпақпен жауып, 30 минут тұндырып қойыңыз. Сосын оны суытып, сүзіп, оған лимон шырынын қосыңыз. Осы қоспаны күніне 3 рет 3 ас қасық мөлшерінде таусылғанша ішуіңізге болады. Тағы мынадай бір тәсілі бар. Ол үшін 1,5 стакан лимон немесе алма шырыны, 1 ас қасық қант, 2 ас қасық су қажет. Шырындарды араластырып, оған ыстық суда ерітілген қантты қосыңыз. Бұл шырынды күніне 2 рет тамақтанып болған соң 30 минуттан кейін ішкеніңіз жөн болады.